Сәлеметсіздер ме оқушылар? Дүниежүзі тарихы пәні бойынша құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам бөлімін әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы азаматтық қоғамдағы үкіметтік емес ұйымдар. Сабағымыздың мақсаты азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуында үкіметтік емес ұйымдардың рөлін анықтаймыз, әртүрлі мемлекеттердегі үкіметтік емес ұйымдардың қызметін бағалаймыз. Балалар, біз өткен сабағымызда азаматтық қоғам туралы және оның жалпы сипаттамасы туралы оқып танысқан болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда мемлекеттің саяси құқықтық жүйесі ұғымымен танысатын боламыз. Кез келген жүйе өзара байланысты нақты элементтерден тұрады екен. Бұл элементтер белгілі бір тұтастықты, бірлікті құрайды және белгілі бір мақсатқа бағынады. Саяси құқықтық жүйе мемлекеттік органдардан, қоғамдық ұйымдардан, саяси партиялардан тұрады. Сонымен бірге институттар ортақ мақсатқа ие саясат пен құқықтық нормаларға өз қалауын жүргізеді. Билік ұғымы дегеніміз саяси институттарды мемлекет пен саясаттың өзін түсінуге мүмкіндік береді. Кең мағынада алып қарағанда, билік сөзінің мәні өз еркін жүзеге асыруға қабілеттілігі мен мүмкіндігінің болуы, адамдардың әрекетіне, мінез-құлқына қандай да бір тәсіл, бедел, құқық, күш жұмсау көмегімен ықпал ете алу болып табылады. Билік дегеніміз басымдық, үстемдік, билеушілікті құрайтын әлеуметтік факторлардың жиынтығы. Билік, саяси билік және мемлекеттік билік болып екіге бөлінеді. Саяси билік дегеніміз аталған таптың, жеке тұлғаның саясат пен құқықтық нормаларға өз қалауын жүргізу қабілеті болып табылады. Ал мемлекеттік билік дегеніміз саяси биліктің ерекше өзегі, ұйымның мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыруды, ұйымдастыру және жұмыс істеуді білдіреді. Саяси билік заңды және заңсыз болып екіге бөлінеді. Саяси билік пен заңды ұғымы бір-бірімен байланысып жатыр. Билік заңды және заңсыз болады. Заңды деген термин латын тілінен аударғанда legitimus заңды деген сөзден шыққан екен. Саясатқа байланысты заңды мойындау, түсіндіру, ақтау дегенді білдіреді. Саяси биліктің ресурстарына тоқталатын болсақ, ресурс экономикалық, мәдени ақпараттық, күш қолдану, демографиялық, әлеуметтік, тағы да басқа ресурстары бар екен. Қазіргі заманғы заңдылықты түрге бөлу неміс социологы, тарихшы, экономист және заңгер Макс Веберден бастау алады. Ол саяси шындықты таза күйінде өмір сүрмейтін абстракцияласы екені белгілі әрі мінсіз сипатқа ие деп үш түрін ұсынды. Заңдылықтың үш түріне келетін болсақ, дәстүрлі, харизматикалық, рационалды болып бөлген екен. Дәстүрлі, яғни салт дәстүрлердің жазылмаған заңдарына негізделуі, харизматикалық, эмоционалды, ерікті, көшбасшының ерекше, аса көрнекті, жаратылыстан тыс қасиеттеріне сенуге негізделген. Рационалды, яғни мемлекетте қабылданған заңдар мен ережелерге, саналы ойларға негізделген. Мемлекеттің саяси құқықтық жүйесінің даму тенденциялары толқынды қозғалыс, яғни либерализация мемлекет рөлінің күшеюімен ауысады. Мемлекеттік болжаулар, жоспарлар кеңінен пайдаланылады, ғылыми негізделген ұсыныстар құрылады. Мемлекеттерде демократияландыру, әлеуметтендіру және ұжымдасу процестерінің дамуы байқалады. Жай ғана тең құқық қана емес, әлеуметтік тең құқық, жай саяси емес, әлеуметтік демократия болады. Қазіргі замандағы мемлекеттерге бюрократтық пен технократия сияқты көріністер сипаты тән. Бұл процестер күресте сонымен бірге демократиямен үндестікте дамиды. Қазіргі заманғы мемлекеттерде оның қызметінің әртүрлі жақтарының ара қатынасы өзгереді. Мәжбүрлеу элементінің үлес салмағы азаяды. Ұйымдастырушы мемлекет рөлі, сондай-ақ саяси әлеуметтік арбитр ретінде мемлекет рөлі артады. Мемлекет дегеніміз билік пен бағыну әдістерімен әртүрлі мүдделерді реттеп отыратын саяси бірлестік болып табылады. Мемлекет ең бастысы міндеттілік негізінде құрылады. Мемлекет аумағында тұратын барлық тұлғалар
Олар қаласа да, қаламаса да осы ұйымның билігіне бағынуға, мемлекет заңдарын сақтауға тиісті. Қазіргі заманғы мемлекет үшін аралас, өтпелі түрлерін құру тенденциялар айқын болып отыр. Президенттік және парламенттік республикалар сияқты қалыптасқан жіктеу үлгілері бірте-бірте жартылай президенттік, жартылай парламенттік республикалармен ауыстырылады. Азаматтық қоғамның қалыптасуы мен дамуында үкіметтік емес ұйымдардың рөлі ерекше. Үкіметтік емес ұйымдар ресми институттардың қатысуынсыз жеке тұлғалар немесе басқа да қоғамдық ұйымдар. Олардың басты мақсаты жасаған қызметіне табыс табу емес, өзін-өзі басқару негізінде жұмыс істеу. Үкіметтік емес ұйымдар ассоциация, қайырымдылық қоры, ресурстар, коммерциялық емес бірлестіктер, қоғамдар мен сенімділік қоры сияқты әртүрлі атпен жұмыс атқарады. Үкіметтік емес ұйымдарға тән жалпы белгілерге тоқталайық. Жасаған қызметінен табыс табу мақсат емес. Мемлекеттік органдар құрылтайшы немесе қатысушы болмайды. Ұйым ерікті негізде құрылады. Ұйым күштеу әдістерін қолданбайды және насихаттамайды. Ұйым өзінің құрамы мен қызметінің ауқымы бойынша мемлекеттік, сонымен қатар халықаралық та бола алады. Үкіметтік емес ұйымдардың түрлеріне келетін болсақ, жұмыс істеу өңірі бойынша халықаралық, еларалық, локалды. Ұйымдастыру түрі бойынша қоғамдық ұйым, қоғамдық қор және тағы басқа. Халықтық сипаты бойынша қоғамдық ұйымдардың негізгі белсенділігі бағытталған мақсаттық топтар. Қаржыландыру түрі бойынша ішкі және сыртқы көздер болып бөлінеді. Жіктеудің мұндай түрін Еуропалық кеңес пен Біріккен ұлттар ұйымы сияқты үкімет аралық ұйымдар ұстанады. Үкіметтік емес ұйымдар халықаралық құқық ассоциациясы, шекарасыз дәрігерлер ұйымы, Greenpeace ұйымы, халықаралық амнистия ұйымы, Интерпол ұйымдары үкіметтік емес ұйымдардың. Дүние жүзінде бірнеше халықаралық үкіметтік емес ұйымдар танымал болып отыр. Солардың бірі халықаралық құқық ассоциациясы 1873 жылы құрылды. Мақсаты ғылыми бағыттағы ұйым, халықаралық құқықтың жан-жақты дамуына көмектесуді, заңдық қақтығыстарды жоюды, халықаралық өзара түсіністік пен өз еркін нығайтуды көздейді. Шекарасыз дәрігерлер ұйымы 1971 жылы Парижде құрылды. Тәуелсіз халықаралық дәрігерлік гуманитарлық ұйым. Қарулы қақтығыстар, табиғи және техноген апаттардан зардап шеккендерге көмек көрсетеді. Greenpeace ұйымы 1971 жылы Ванкувер қаласында құрылды. Халықаралық үкіметтік емес құқық қорғау ұйымы. Негізгі мақсаты жаһандық экологиялық мәселелерді шешуге қол жеткізу болып табылады. Халықаралық амнистия ұйымы 1961 жылы Ұлыбританияда құрылды. Халықаралық үкіметтік емес құпия қорғаушы ұйым. Қызметінің негізгі бағыттары балалар, әйелдер, босқын мен ар-ождан тұтқындарының құқығын қорғау. Балалар, жаңа тақырыптан сіздер көптеген мәліметтерді алды деп есептеймін. Олай болса, келесі кезекті тапсырмаларға берейік. Келісемін, келіспеймін тапсырмасы. Сіздер саяси биліктің ең кемі 5 негізгі ресурсын анықтайсыздар. Жарайсыздар балалар, сіздер нақты жауап алды деп есептеймін. Олай болса, тексеріп көрелік. Әлеуметтік ресурсы келісемін, демографиялық ресурс келісемін, демократиялық ресурсы келіспеймін, күш қолдану ресурсы келісемін, мәдени ақпараттық ресурсы келісемін, экологиялық ресурсы келіспеймін, экономикалық ресурсы келісемін. Жақсы. Келесі екінші тапсырмаға кезек берейік. Толықтыру кестесі. Берілген халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың құрылған жылы мен мақсатын көрсетіңіздер. Балалар, сіздер нақты әрі дұрыс жауап алды деп есептеймін. Олай болса, дұрыс жауабын тексеріп көрелік. Берілген халықаралық үкіметтік емес ұйымдардың құрылған жылы мен мақсатын көрсетіңіз. Халықаралық құқық ассоциациясы 1873 жылы құрылды. Мақсаты ғылыми бағыттағы ұйым, халықаралық құқықтың жан-жақты дамуына көмектесуді, заңдық қақтығыстарды жоюды, халықаралық өзара түсіністік пен өз еркін нығайтуды көздейді.
Шекарасыз дәрігерлер ұйымы 1971 жылы Парижде құрылды. Тәуелсіз халықаралық дәрігерлік гуманитарлық ұйым қарулы қақтығыстар, табиғи және техногенді апаттардан зардап шеккендерге көмек көрсетеді. Greenpeace ұйымы 1971 жылы Ванкувер қаласында құрылды. Халықаралық үкіметтік емес құқық қорғау ұйымы. Негізгі мақсаты жаһандық экологиялық мәселелерді шешуге қол жеткізу. Халықаралық амнистия ұйымы 1961 жылы Ұлыбританияда құрылды. Халықаралық үкіметтік емес құпия қорғаушы ұйым. Қызметінің негізгі бағыттары балалар, әйелдер, босқын мен ар-ождан құқықтарының құқығын қорғау. Жарайсыздар балалар, енді олай болса сабағымызды қорытындылау мақсатында кері байланысқа көшейік. Ішіне сыртына әдісін пайдалана отырып, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Шеңбердің ішкі бөлігіне бүгінгі сабақта не алғандарыңызды, ал сыртқы бөлігіне не білгілеріңіз келетінін жазып қалдырыңыздар. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.